Баршаңызға қайырлы күн, барлықтарыңызға да сәттілік тілеймін. Арнама қош келдіңіздер. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта да осындай видеолар түсіріп, сіздермен бірге бөлісетін боламын. Міне бізде бүгін личо салаты, жеңіл әрі оңай, ең дәмді салаттардың бірі. Міне өзім жасап, бір жарты литрлік банкасын ашып, сіздерге көрсетіп отырғаным. Өте керемет, тамаша шықты. Айтып жеткізе алмаймын дәмін. Міне күшті қыздар. Нанға қосып жеуге де болады, нансыз құрғақтай өзінде жеуге болады. Міне сочный керемет шықты. Дәмі де солай. Бәрін мен құралдарын, бәрін керекті заттарымды тазартып жуып қойдым. Банкымды өздеріңіз білесіздер, айтып жүрмін. Чайный содамен жуам тек қана. Банкымды, крышкымды чайный содамен жуамды, жақсылап шайқап алам. Міне помидорымызды өткізіп жатырмыз. 3 кило помидор менде. Міне газымызды жақтық, үлкен кастрөлге құйдық. Міне енді қантымызды салдық 200 грамм, сұйық майымызды салдық 200 грамм. Енді дәмдеуіштерімізді саламыз қазір. Қара бұрыш домалақ. Мен бір шымшы салдым, 2 шымшы салдым. Міне бір шымшы, 2 шымшы. Содан кейін қалампырымызды салдық. Міне тоже солай 2 шымшы салдым. Көзбен тек шамамен салдым мен. Қалампырды әжеміз баяғыда аузына салып дәмін алатын еді. Сол бұрыштар, қалампырлар салаттың дәмін келтіреді. 2 қасық жарым тұзымызды салдық. Міне енді жайлап қайнай береді. Келесі морковымызды өткіземіз. 700 грамм морков. Жаңағы помидордың үстіне апарып араластырамыз. Бұл салатта қыздар морков жақсы пісу керек, жұмсарып. Міне 200 грамм суымызды құйдық. Жаңағы морков салғанды шайқап жатырмын. Енді биязымыз 700 грамм. Оны да әкеліп салдық. Араластырдық. Енді тәтті бұрышымызды, мен өз бақшамнан помидорым, бұрышым өз бақшамнан. Қызыл бұрыш болса, қызыл бұрыш қоссаңыздар тіпті жақсы болады. Менде бары осы, сол барымен жасап жатырмын. Переціміз болгарский 2 килограмм. Бәрін араластырдық. Қыздар жапырақ саламыз, жапырақ. Мен бір банкіге 2 штуктан салдық. Ол жапырақты піскеннен кейін алып тастаймыз. 1 стакан сойғаннан кейін енді кішкене тағы да тұз салыңыздар. 2 чайный ложкамен. 2 шай қасықпен. Морков, перецтеріміз жақсы пісу керек. Сонда біздің салатымыз дәмді болады. Әрі сақтау көтереді. Міне уксус 9%. Бір үлкен қасықпен құйдық. Уксус 40 минуттай қайнады. Енді 5 минут уксус құйғаннан кейін қайнатамыз. Вообще 45 минут. Міне біздің салатымыз пісті. Міне әзір тұрған банкімізге салып жатырмыз. 6 банк шығатын болар деп едім мен. Енді 5,5 банк шықты. 5 литр жарым. 5 литр 1,05 шықты міне қыздар. Жақсылап крышкасын жауып, орамалмен бүркеп қоямыз. 1 күн тұрады, 1 күннен кейін алып, салқын жерге, погребке саламыз. Міне қыздар күшті, әдемі, жақсы пісті. Осы рецептіға қарап жасаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға да сәттілік тілеймін.